далда қалып қойғансың 4 күнге. Вот, остановкада. Шашым сол кезде түсіп қалды. Сол фидаптың основателі келеді маған. Столға деп ұрады. Любой ақшаны айт, тағы біреуін істеп бер дейді. Біздер істеп отырған роликтарды нүкісте көрсетсең, мынау несі? Мынау не мультик? Склейканы сен бас деген, вау, мынау мультик қой дейді. Негізінде нүкісте көп моушн дизайнері. Осы нүкісте отырып үйренеді да, үйінде отырып үйреніп алады, HeadHunter'ға басқа сайттарға кіреді жұмыс іздейтін жерге. Бірақ мен білемін, что ең күшті 2D моушн дизайнерлар Ташкентке, Қазақстанға, Россияға чиздер береді. Видеосъемкамен көрсете алмайсың. Моушн дизайн вообще для чего нужен? Моушн дизайн вау-эффект шығару үшін керек. Мен ойлаймын, любой бизнесқа моушн дизайн керек. Не именно 3D, а motion дизайн. Есть 2D motion дизайн, есть 3D motion дизайн. Екеуінің біреуі по-любому керек. 100%. Бірақ нүкісте көп бизнеслар әлі түсінбейді. Біреуі істеді, басқалар, бізерге де керек. Сондай болып кетті да Ташкентте қазір. Вот. Нүкістен примерно сондай болатын шығар деп ойлаймын, что біреу рискнет, сделает, остальные подхватят, короче. Ол Kids.com мут істедік қой бізде почти. $2000. 3 жыл бір жұмыста отырып, мен туралы емес ол.